Мен Долбаева Ақниет Еркінқызы, Атырау облысы Жылой ауданы Құлсары қаласының номер 5 Абай атындағы орта мектептің түлегімін. Бүгінгі бейне эссемнің тақырыбы қазіргі заманауи мұғалімге деген көз қарасым. Ата-анамыз бен бұрынғы көз көрген жандардан естуіміз бойынша бізге қызық тылсым дүниелер көп болған. Бұрын ұстаздардың сынып журналы мен күнделікті сабақ жоспарын жасаудан қолы босамайтын. Содан болар оқушылардың білімге деген зейіні дәл қазіргідей қарқынды емес. Бірақ оқушылардың ұстазды сыйлаудағы дәрежесі өте жоғары болған. Ал қазір заман басқа, заң басқа, талап басқа. Заманның талабы заң. Бүгінде барлық ұстаздарда, оқушыларда электронды жүйеде жұмыс атқарады. Соның бірі электронды күнделік. Оның ерекшелігі баяғыдай күнделікті сөмкеге салып алып келмейді. Барлығы компьютермен, бағанада үй тапсырмасы да сол арқылы беріледі. Тағы бір ерекшелігі қазір біздің дамыған қалаларымызда ұстаздар 3 тілде білім береді. Сол үшін әрбір ай, әрбір жыл сайын көптеген курстардан өтеді. 3 тілмен қатар елімізде латын тілін үйренуде бәсең белең алуда. Бірақ бұл тілде даттаушылар да, жақтаушылар да табылды. Ал ендігі кезекте тақырыбымызға қайта оралсақ. Қазіргі ұстаздарымыздың күнделікті киім үлгісі. Олар да қазіргі оқушылар секілді бірдей киім формасын ұстанады. Бұл киім үлгісі қазіргі заманның ағымына сай деп ойлаймын. Осындай мәдениет пен білімді қатар ұстаған ұстаздар келешек ұрпақты парасатты, саналы етіп тәрбиелейтіндігіне толықтай сенемін. Сондықтан заманауи мұғалімдерді қолдаймын. Ақырын жерде анықпас, еңбегін кетпес далаға. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Дегеле әрбір қазақстандық ұстаздарға өз алақанда тәрбиелеген шәкірттерін биік белестерден көрінуіне тілектеспін.